Жасың бар, жігіт желең, шалдарың бар. Жігіттің біз жоқ жүреміз, қандарың бар. Шақыру деймін. Шақыру екен ба? Жақсы. Келесі Саида оқы. Жол ұзақ, биік, асыл, сапар алыс, жар, тағаларымыз. Қазбек, Красайдан қалашақ деген екен. Не екен бұл? Жақпылықтар, я? Жақпылық ба? Ойланып тұр ғой. Келесі, мына топтан кім оқиды? Оқы, Майка. Жамандық атаулы қалдырыңдар. Кеңес беру, жақсы. Оқушылар, міне үй тапсырмасын, біз өткен сабақта тақырыпты өткенбіз, бірақ бүгін бізге 2 сабаққа бергендіктен үй тапсырмасы өлеңді талқылап келдік. Өлең бізге не береді екен? Қорқыныш хақында сөздер. Сенің бақыты аталатын, сөнбесін мәңгі сенің отан батыр. Адал азамат дұрыстас тәрбие бағдарламасы бойынша тәуелсіздік және отаншылдық құндылығы мақсат мемлекетпен бірлікті және өз мемлекетінің дамуы үшін жеке жауапкершілікті түсіну. Мемлекеттің тарихи және мәдени мұрасын, дәстүрлерін, мерекелерін құндылық ретінде бағалау. Мемлекеттік тілді жетік меңгеруге және оны белсенді қолдануға Мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарас білдіре аламыз. Шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты автордың ойын бағалай алуымыз керек. Өзгеріп кеткісті айтылым, жазылым тапсырмаларында тиімді қолдануымыз керек. Заманда лайық бағасын аламаса да өзінің еңбегі үшін мәртебесі артты. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі район бұрынғы болып ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Алайда құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9 жұлдызында тойланады. Оған тиісті ақынның анасы Нәзімхан Апатай деген Мұқағалидың 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысу мүмкін емес. Себебі бала мынау пәннің есігін ашқанда біраз уақыт кейін наурыз тойы болады. Наурыз тойы жасаймыз деп күтіп отырамыз. Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Ораза Асқар ақынның 2-ші туған күніне байланысты мынадай сөз айтады. Ал құжат бойынша Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ескерген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен. Азан шақырып қойылған аты Мұхамедқали, әкесі қарапайым шаруашы, колхоздасушы, шалымшы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан 1 қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғылардың есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесінің тиынның қолында өсіп, анасын жекесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Енді сенің аңсайын, бала шағым. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. Жол жүреміз таңдағындай. Жол ұзақ, биік, асыл, сапар алыс, жаз өтер, көзден жетер, тақаламыз. Қамданыңдар болашақ екендерге. Қандай біз сый-сияпат апарамыз, қомпауды өсекшіні қатарға алман, кесені тегізеді сапарға алда. Не бетімізді айтамыз болашаққа. Жаз қылықты қалдырмай апарғандар, жамандық атауының қалдырыңдар, суға батып, от қойды жатырыңдар. Болашақ деп аталған өлмес өшпес, жақсылықтан жаралған тағдырың бар. Қыз тартқан жібек шалдарың бар, ертең біз жол жүреміз қамдарыңдар. Тірі жетсең болашақ өзі айтар, қайсыңның қанша тұтып саман. Мұқағалидың әжесі кім екен? Әжесінің қолына тәрбие тапты. Әжесі кім екен? Тиын. Әжесі тиын екен, я? Мұқағали Мақатаев. Ал енді біздің негізгі сабағымыз Мұқағалидың өлеңі, я? Ал енді біз өлеңді тыңдап көрейік. Болашақ дегеннен қандай біз сый-сияпат апарамыз. Қорқауды өсекшіні қатарға алман. Қайсысы дұрыс келеді? Жақсы. Келесі. Ол енді 2-ші топтың оқушысы. Кел айт.
ескертілген заңды қадам орындайды. Өзгеріп жетістіктер сандар, капиталды айтылды. Бұл жерде сандар Көрсетуіне отырмайды. Келесі. Тез шығады. Жасы жәке. Жүгір. Ортақ жетістікті Дұрыс қайтады. ортақ жетістікті таппайды. Бұл жерде Қайсы бірі болады? Ортақ етіс. әңгімелес. Қан бірінші. Дұрыс жауап, иә? Жақсы керемет. Жетістікті тап. Қатысу. Сөзді жетістікті тап. Сөйлеп, сөйлесті, жуынды. Сөздік етіс. Әрекет кім орындайды? Өзі орындайды. Жақсы керемет. Қандақшы. Артығын анықтау. Бұл айтылым тапсырмасы бәріміз оқып орындаймыз, иә? Біріншісін оқы. шау, жігіт, жасы, Қайсы бір аты екен? Жаман. Жамандық, яғни біз антонимдерді алып тастап жатырмыз, иә? Синонимдер болады. Келесі. Жасыржан оқы. Болашақ, келешек, тағдыр, ертең. Ертең бұл артықша. Артықсыз, иә? Диалект келесі оқы. Қалдыру, Алдылы, қағандылы, қамдалу. қандалы, жандылы, жиналы. Қайсы бір аты екен? Жанды. Жауап береміз. Сәйден оқы сұрағын оқы. өлеңде жол сөзі қандай мағынаға ие? Иә. Өлеңде жол сөзі болашақ деген мағынаны мағынаны білдіреді. Біз болашаққа жол аламыз деген мағынада. Керемет, өте жақсы. Келесі сұрағымыз бұл топтан Марифатқа. Оқы Марифат. Жаман әдеттердің болашаққа кедергі келтірудің себебі неде? Себебі жаман әдеттер болса болашаққа ұмтылуымызда қиын болады. Жол кедергі келтіреді. Жаман әдет, жаман, иә? Яғни жақсы әдеттерді көбірек. Келесі сұрақ Малика. Сұрағымызды дайындаламыз. Оқы. Жолға білімді қарсақ. сұрақ қойса. Жолға кімдер қамдану керек? Жолға оқымысты, білімді, адал адамдар қамдану керек. Жаман ниетті жамандарды қалау керек. Жақсы. Керемет сұрақ жауап. Жасмина 10 балл, Илья 10 балл, Айбек 9 балл. Бұл тапсырманы біле қойды. Келесі бұл топтан Саида 10 балл, Диарбек 10 балл, молодец, жарайсың, жақсы қатыстың. Малика 10 балл, Сардар 9 балл, Селинч 10 балл, Жасырбек 10 балл. Жақсы, керемет. Бүгінгі сабақта өте жақсы. Жетінші тапсырма өлең жолдарының мағынасына қарап үндеу, шақыру, толғау, кеңес беру, ойландыру, үгіттеу, ескерту деген сөздерді топтастырып жазамыз. Болыңыздар,